Aday 1458-60 жылдары Керей мен Жәнібек бассын осы жаққа қазақ хандығы осыға көшті ғой, Әбілқайырдан не қылып. Сонда Алшынның 300 отбасын алып бірге келеді. Керей мен Жәнібекпен. Адайдың өзі кішкентайынан Жәнібектің бірге өскен. Адайдың әкесі жоқ қой. Жетім ғой. Жетім, иә. Сол Жәнібекпен бірге өсіп, Жәнібектің арқасында сол Жәнібекпен бірге өсіп, үйленіп, әскери іс-қимылға үйленмей қалып, Жәнібектің ең жақын сенімді адамы болады. Адай, аталарыңыз. Кейін осы жаққа көшкен кезде, Шағатай мен Үгітейдің ұрпақтары қазіргі мына Балқашпенен бұл жерде Сарысу деген өзен бар. Соның ортасы жаңағы келген көшпеген қазақтарға берген ғой. Соны осы жерде қазақ хандығы құрылған. Қазақ хандығының тұткен жері Жамбыл облысының Мойынқұм деген аудан бар. Сонда Қан тауы деген тау бар. Сол Қан тауында туын тіккен Керей мен Жәнібек. Сол алғаш Керей хан болды, кейін Жәнібек хан болған кезде Адай Жәнібектің бас батыры болған. Главнокомандующийға орысша айтқанда әскердің. Адайды жаңағы Жәнібек бір жағы жолдасы, бір жағы біреусі досы деп өзінің жақын бір ағайыны Бексұлтан деген кісінің Айымнұр деген қызды алып береді Адайға, төренің қызын. Жаңағы сөйтіп қалың-малды өзі төлеп, өзі тойын жасап беріп, сол Айымнұрдан 2 бала туған. Құдайке келін берді деген. Оны білесіз ғой? Иә, білеміз ғой. Сол кейін осында болғанда, сол Адай Жәнібектің бас батыры болып, Жәнібек бірнеше жыл патша хандық құрғанда, соның бас батыры болып жүрген. Құдайке ода әскери адам болған, мына келін берді, Момындау екен. Оғысы әшейін дін жағы, ондай-мұндай әулиелік, көріпкерлік сондаймен айланысқан. Бірақ Құдайке әскери адам болып жүр, ол соғыста қайтыс болған. Құдайкемен келінбердің жерленген жері қазір Бүгөбай мен Меркі ауылдарының орталығында Мөңке деген станция бар, Мөңке бидің атында. Мөңке биде кішінің биі ғой, білесіз ғой? Иә, табын ғой. Табын ғой. Әлім ба, табын ба, иә. Мөңке бидің станцияның жанында сол елдің қорымы 7 төбеген жерге жерленген. Жалғыз төбеген бір төбеге жаңағы Құдайменде келін берді жерлеген. Басында тасы бар қойған. Тастың сол жақ бетінде, сол жағында Адайдың таңбасы. Құдайке деген арғы жазылған. Келін берді жартылай өшкен. Келін де арқары жоқ кеткен. Ол қазір жаңа тұрмысы сол жалғыз төбе деген жерде жерленген сөйлі тасы бар басында. Адай өзі мынау Жамбылдан 30 километр ары қарай Алматы кетіп жатқан жерде Ақшолақ деген жер бар. Сол Ақшолақтың жоғары жағында Мақпал тауы, Мақпал өзені, Мақпал сайы деген жерлер бар. Мақпал кімнің? Адайдың келінінің аты. Жаңағы баласы келіннің аты. Соның атында сөйеді жаңағы Мұңал тау, Мұңал ошақ, Мұңал бұлақ деген жері бар, 2 жер. Мұңал ошақ деген сол адайлардың жиналатын жері. Сол жерде Адай сол Мұңал немересінің қолында қайтыс болған. Сол жерде жерленген. Мұңал ошақтың жоғары жағында адайлардың қорымы бар. Батыс жақ түгел таудың бір беті. Ол да осы Жамбыл облысында ма, Тараз жақтан? Жамбыл облысында, Жамбылдан ары қарай, Тараздан ары қарай 30 километр жерде. Ақшолақ деген ауылға жетпей, Ақстас деген ескі қаланың орны бар, сол қаланың жанынан жол шығады тауға қарай. Таудың етегінде Мұңал бұлақ деген жер бар. Жаңағы содан одан арырақ
таудың ішінде Мұңал ошақ деген жері бар. Ол кәдімгі мына бұрынғы советтің картасы бар ғой, земельный карта. Сонда жазылған. Сол картаның көшірмесін мен адрес деген жігітке алып берген кезінде. Земельный комитеттен. Мұңалда сол жерде жерленген. Соған анарлы 2 рет Мұңалы ошақтың да Мұңалы бұлақтың басында мына неден мынамырдан ескерткіш тас белгі қойып қойдық. Жаңағы сондай деп. Анау Құдайкемен келіп бері жатқан жерінде тасы бар болады. Қазір сол егіс таудың етегі жағы егісі болып кеткен. Бірақ орны бар. Сүйеген дінкісін тексерткізген біз Москваға жіберіп. Содан дінкісі саппадай деп келді. Вот сол айналайын. Рахмет. Сонан Ақтаудың телевидение, Атыраудың телевидение